Балалар, бүгін бізде ерекше күн, иә? Бізде кімдер келіп жатыр біздерге? Апайлар. Дұрыс, көптеген қонақ апайлар келіп жатыр. Ендеше барлығымыз қазір шаттық шеңберін жасайық, иә? Айтайық. Үлкенге де сіз. Үлкенге де сіз. Кішіге де сіз. Кішіге де сіз. Баршаңызды құрметтеп. Бас иеміз біз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Күз. Оны қайдан білдіңдер? Тағы қандай өзгешеліктер бар? Оны қарайықшы. Тағы да күз мезгілінде қандай ерекшеліктер бар? Жаңбыр жауады. Дұрыс, жаңбыр. Сосын? Ағаста қозғалады. Иә, күн сонда не? Жел, иә, балалар? Ендеше балалар қарайықшы. Мезгілін бейнелеп тұрген, иә, балалар? Ендеше балалар, осы сурет бойынша айтайықшы. Кімдерді көріп тұрмыз, не істеп жатыр балалар? Адамдарды көріп. Балалар, иә, ат қояйық балаларға. Қандай болып айтамыз? Кімге айтамыз? Мен. Иә, Омархан. Надежда мен Омархан не істеп жүр? Иә, жапырақтар теріп жүр. Ал мына балалар кімдер? Мен. Аты кім? Асия. Сосын? Айкөркем. Асия мен Айкөркем не істеп жүрген балалар? Не істеп жүр? Дұрыс, алмалар жинап жатыр. Тек жапырақтар сарғайып, жаңбыр жаумай, сонымен бірге не істейді екен? Жемістер не істейді екен? Піседі екен. Дұрыс. Иә. Бұл не бал? Иә. Дұрыс. Нелерді көріп тұрмыз, балалар? Қоян. Балалар, сендер күз мезгілі. Дұрыс. Автобус бар екен. Ал балалар, енді бәрі маған қараңдар. Маған қараңдаршы. Мен сендерге бір жұмбақ жасырғым келіп тұр. Дөңгелегім дөңгелек дейді. Жолмен жеткіп жөнелем дейді. Адам ірсе арқама жеткіземін әр аялдамаға дейді. Аялдамаға нелер тоқтайды екен? Автобус балалар. Дұрыстап айтайық. Автобус. Неше балалар? Бұл автобус. Автобус деген балалар қоғамдық көлік. Үлкен, біз айтасыңдар, балалар, ішінде көп адамдар отырады. Өйткені оның орындықтары өте көп. Автобустың неше дөңгелегі болады? Дөңгелегі болады. Сабаққа баратқанға Иә, сабаққа барып жатқанда, балабақшаға бар. Сабаққа барғанда түсеміз. Түсеміз, иә. Қайда түсеміз сонда? Аялдамада түсеміз балалар. Міне қараңдар балалар, аялдама. Аялдаманың жанында балалар, мен автобустың суреті белгісі тұрады. Яғни бұл жерге автобус келетін. Иә, ал бұл автобус қандай болып тұр? Үлкен. Алып кетеді, Иә, аялдамадан алып кетеді, дұрыс айтасыңдар. Қоғамдық көлікте балалар, біздер... Иә, балалар қараңдаршы, біздер мынау автобусқа мінеміз ғой. Сол уақытта үлкен ата, аналар, әжелер келеді. Сол уақытта біздер оларға орын береміз, бермейміз? Дұрыс, орын беруіміз керек, иә? Ақылды болу керек. Дұрыс, ақылдымыз біздер. Артта бар ма? Иә, автобус балалар, біздің ауылда бар ма? Иә. Мініп көрдіңдер ма? Иә. Апайда автобус Ақтөбеде де бар. Апайда автобустың алыста, иә. Автобус біздің ауылымызда бар, иә, балалар, иә? Балалар, автобустың түрлері өте көп. Ата-аналарымызды жұмысқа апаратын автобустар бар. Қаланың ішінде жүретін автобус бар. Мысалы, біздің ауылда... Мектепке баратын ба,
Балаларды алып кететін балалар автобусы болады, үлкен адамдардың автобусы болады, балалар. Сол автобуспен балалар біздер жүргенде, біз бір автобустың кімі болады? Балалар автобустың өз жүргізушісі болады, арнайы. Автобустың өзінің арнайы жүргізушісі болады. Алдында отырады, жүргізуші алдында отырады. Жүргізуші деп айтамыз, айдайтын ағаны жүргізушісі болады. Және де біз автобусқа былай мінбейміз ғой, балалар. Біздер не істейміз? Не сатып аламыз? Автобусқа міну үшін біз не сатып аламыз? Билет сатып аламыз, ақшамен билет сатып аламыз. Солай ма, балалар? Сіздер ме, балалар? Амансай, балалар. Мен құлыншақ тойынан келе жатыр едім. Мен де қатты сіздермен бірге билегім келіп кетті. Менімен бірге билейсіздер ме? Ой, жарайсыздар. Сіздерге көп рахмет. Ұнады ма сіздерге, балалар? Сиқырлы жапырақтар алып келдім. Яғни сиқырлы жапырақтарымыздың ішінде тапсырмалар бар екен, балалар. Бірге тапсырмалар орындаймыз ба? Орындаймыз ба, балалар? Ендеше біздің жапырақтарымыздың түрі қандай, балалар? Қараңдаршы. Қандай? Сары. Күліп тұр. Тағы да. Не бар басында? Ол күннің салқындағанын білдіреді. Балалар, бірінші тапсырмамыз дидактикалық ойын қызықты пазлдар дейді. Яғни балалар біз бұл пазлдарды құрастырамыз. Дұрыс. Дұрыс, шәліп келе ғой. Бір-бірімізге көмектесек. Ана жерді алабайсыз, Дұрыс. Енді келесін табындар. Менен беттенейін, мұқпат тұрсыңдер. Қарайық, балалар. Қарайық. Бұл сәнже кеспейтір екен, Қайсы кеседі екен? Қарайық, тағы да қараңдар. Мен беттенейін. Өзің құрастырыңдар. Тағы да. Дұрыс, келіскен екен. Ана деген. Уже кеспей тұрсын. Кімдікі? Айкөркемдікі. Айкөркем, жоғыма қаста. Айкөркемдікі. Жер қарай, ықсырек балыр. Ойланайық. Енді сенікін қарайық. Бет қарашы. Қаста жоғыма қарай. Ой, жарайсыз. Ой, дұрыс. Ар қарай сұраңыз. Дұрыс. Дұрыс. Енді мына сары кеспей қалған екен. Омар қарашы, не білеш Омар? Омархан сенді дұрыс келді ма? Кеспей, ауыстыру керек, қайсы? Омархан мен бет жеймін. Келді ма? Балалар, біздер не құрастырдық? Автобус құрастырдық кен, балалар? Автобустың түсі қандай болып шықты, балалар? Көп, дұрыс айтасыңдар. Қандай пішіндер бар біз танитын? Сосын? Дұрыс айтасыңдар, дөңгелек шашы бар екен, балалар. Ендеше балалар, осы құрастырған автобусымызбен шығармашылық әлеміне барайық, балалар? Шығармашылық әлеміне біз автобуспен барғымыз келіп отыр, жаңа құрастырған. Ендеше біздерге автобусқа міну үшін не қажет болады? Дұрыс, билет қажет болады. Билет дұрыс, ақшамен сатып аламыз, балалар? Ал ақшаны қайдан аламыз, балалар? Банкоматтан. Дұрыс, ендеше мен сіздерге банкоматқа берем. Сіздер сол банкоматтан өздеріңізге қажетті ақшаны аласыздар, жарай ма? Келдік. Енді кезек-кезекпен аламыз, жарай ма банкоматтан? Кезегімізді күтеміз. Әсия аламын. Дұрыс. Жарайсың.
барлығымыз банкоматтан ақшамызды алдық қой. Енді билет алуымыз керек. Балалар, автобустың жүргізушісі болады, иә балалар? Сол жүргізуші кім болады екен? Мен болсам бола ма, апай? Жанат апай болсын ба? Иә. Жанат апай жүргізуші болсын. Ал онда балалар, мен билет сатушы кондуктор апай болайын. Жарай ма? Сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызбен менен билет сатып аласыздар. Сәлематсыздар ма балалар? Сәлеметсіз апай. Балалар, қай жаққа бара жатырсыздар? Шығармашылық әлемге бара жатырсыздар ма? Жарайсыздар. Мен саған билет беріп, сен маған 3 теңге беруің керек. Жарайсың. Асия отыра ғой. Кезек тұрайық. Асия келе ғой. Айжұлдыз. Жарайсың. Келесі. Айжұлдыз. Кім? 3 теңге бересің маған. Бірінші ақша бересің. Содан кейін мен саған билет берем. Келесі. Омархан. Омар келе, артқа келе ғой. Ана жаққа келе, артқа. Дұрыс, Нұрислам. Келе ғой. Нұрислам артқа қарай келе. Сатушымын ғой, ендіше балалар. Сәлеметсіздер ме, жолаушылар? Бізді автобус көлігімізге қош келдіңіздер. Жолаушылар, шығармашылық әлеміне келді. Асықпай сүйеміз. Балалар, шығармашылық әлеміне қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Балалар, сендер сондай зерек балалар екенсіңдер. Мен сіздерге қарап қызығып отырмын. Жаңа сіздер осы шығармашылық орталыққа қандай көлікпен кірдіңіздер? Иә, ендеше біз автобус блогы ритмикасын жасап, сөйтіп сергіп қаламыз. Қане? Күшті sevip қалды ма балалар? Неше балалар sevip қалды ма бұны? Балалар, біз жан туралы, көліктер туралы өттік қой. Жүретін жолдарын қарандашпен апарасыздар, е? Жүргізіп. Қане бастайық. Қараймыз, асықпай ойланамыз балалар. Кім автор дейді? Ендеше балалар, Омарханның тобы, бұл нелер? Суреттерді құрастырып. Автобустың түсі қандай? Сары. Барлықтарың сары ма? Керемет, жарайсыңдар балалар. Айжұлдызды айтып жіберсін. Айжұлдыз, сен көрсетіп жібер. Апайлары көрсетсін. Иә, қазір. Не істедің сен? Автобус қандай жолмен? Не істедің? Көліктерді өз жолмен апардың, иә? Автобус қандай жолмен жүреді екен? Қай жолмен жүреді? Дұрыс, тас жолда жүреді, иә балалар? Иә. Қараймыз, ішінде қандай? Жарайсыңдар. Мынаны бәрін оң жағынан қойыңдар балалар, суреті бар жағынан қойыңдар, иә? Сонда түсінікті болады. Қайсы тоқтай? Қате болып кетті ма? Ма екі аяқшаны алып қойды ғой. Мына екі аяқшаны да ретте.
ақылды, зерек балалар екенсіздер. Ендеше мен сіздермен қоштасам. Менің де тағы да баратын Ақбота тобының балдары мені күтіп отыр. Сіздермен қоштасқалы тұрмын. Сау болыңыздар. Рахмет сізге Жанат апай, бізге келіп, біздің көңілімізді көтергендеріңізге. Біздің топтың балалары жұмыс жасаған ұнады ма сізге? Ұнады, өте ақылды екен, зерек екен. Енді керемет балалар екен. Сау болыңыздар балалар. Жарайсың балалар. Балалар, біздер ұйымдасқан іс-әрекетімізде немен таныстық? Жеңіл көліктерде балалар 4-5 отырғыш болса, ал біздің автобусымызда балалар көп орындық болады, я балалар, көп отырғыш болады. Себебі бұл қоғамдық көлік, я балалар. Жақсы балалар, өте оннан да көп болады. Және де балалар терезесі, дұрыс айтасыз, үлкен терезесі бар екен, балалар. Балалар автобустың түрі өте көп. Мана айттым ғой, қалған түрлері ертең тағы да басқа іс-әрекетімізде көрсетсем. Тек жапырақтар сарғайып, жаңбыр жаумай, сонымен бірге не істейді екен? Жемістер не істейді екен? Піседі екен. Дұрыс. Бұл кім? Омар не істеп жүр? Жүгіріп жүр екен. Жақсы. Автобус құрастырдық. Күшті марапаттайын деп тұрмын. Сендердің тілдерің өте тәтті. Сондықтан сендерге ендеше балалар сіздерді тәттімен ең күшті құрастырған мына біздің Али Рахманға беремін. Одан кейін өте күшті құрастырған Омарханға, Айжұлдызы өте жақсы, Надежда өте жақсы құрастырды. Барлықтары өте керемет. Айкүн, Айбек, Нұрислам, Омар. Балалар, енді біздер өз тобымызға бару үшін бүгінгі іс-әрекетімізде құрастырған автобусымызбен бірге көңілді әнімізді айтып барайық, балалар. Енді біздер бару үшін біздің Жанат апайымыз жоқ, балалар. Кетіп қалды, енді біздерге жүргізуші керек, және кондуктор, билет сатушы апайымыз керек қой, балалар. Ал кім жүргізуші болады? Жақсы, ендеше Нұрислам жүргізуші болсын, балалар. Ал билет сатушы кім болады? Надежда билет сатушы бола қойсын, жақсы. Ендеше Надежда билет сатады. Сіздер Надеждадан билетті ақшаға сатып аласыздар,